Қайырлы таң, құрметті көрермен, 1 наурыз алғыс айту мерекесі құтты болсын. Сіздермен әдеттегідей таңғы ас айдары. Біз бүгін Наргиз ханым үйінде қонақтамыз. Қайырлы таң, мерекеңізбен. Құшуақтан, құш кепсіз. Сізді мерекеңізбен, құрметті көрермендер, сіздерді бүгінгі алғыс айту күнімен шын жүректен құттықтаймын. Тамаша. Наргиза ханым, енді біз бүгін таңғы асқа не әзірлейміз? Бүгін Айдана ханым біз ұйғырдың ұлттық тағамы әткен чай дайындаймыз. Бұл таңғы ас болғандықтан және жанына әрине ыстық нан дайындайтын боламыз. Ондай болса, ыстық нанымызға ұн, жұмыртқа, май және тұз, су қажет. Онда бастайық. Бірінші ұнымызды аламыз. Ұнымызға кішкене сұйық майымызды құйып аламыз. Одан кейін жұмыртқамызды қосып аламыз. Ұнымызды дайындап алайық. Сіз сәл тұз салыңыз. Қамырымызды илеп аламыз басында. Енді Наргиз ханым, сіз қай жылдан бастап осы Қазақстанда тұра бастадыңыз? Мен Қазақстанда туып өстім. Кіндік қаным тамған жерім осы жер. Негізінде ата-бабаларымыз көшіп келген. 1960 жылдары деп айтатын әкем. Сондықтан сол кездері ол кісілер көшіп келген, ал енді біз осы егеменді ел, тәуелсіз елімізде Қазақстанда туып өстік. Сондықтан біздің отанымыз да, туған жеріміз де Қазақстан. Енді сіздердің ұйғыр халқы мен қазақтардың бір салт дәстүрлерін ұқсайтын жерлері бар ма? Өте көп ұқсастықтар. Мысалға? Мысалы, сүндет тойды алатын болсақ, баламыз бағанағы 5-6 жасқа келгенде сүндетке отырғызу, ол әрбір ата-ананың парызы ғой, қазақ халқында да. Ұйғыр халқында да сондай. Одан бөлек бесік той, бағанағы баламызды бесікке салу тойы. Көптеген ұқсастарымыз өте көп. Мысалы, Наурыз мерекесін тойлау. Айдана, енді біздің нанымыз дайын болғанша, әткен шайымызды дайындайық. Жақсы. Ол үшін мен енді көріп тұрғандай сүт, тұз, чай және су қажет. Қазір біз бірінші сүтімізді пісіріп алуымыз керек. Жақсы. Сүтіміз пісіп, суымыз қайнағанша, Айдана, біз нанымызды реттейік. Енді бұған негізінде ұратын нәрсесі болады. Қазір біз мынаны чока деп айтамыз. Осымен істеп шығайық. Пешімізге алып саламыз енді. Жақсы. Айдана, онда қаймағымыз дайын, суымыз қайнап тұр. Шайымыз бен тұзымызды салып, шайымызды дайындайық. Жақсы, онда іске кірісейік. Наргиза ханым, біздің шайымызды дайын болған сияқты. Енді соңғы штрихын істейміз. Бұл біз бағанағы сүтіміз бен қаймағымызды араластырамыз. Айдана ханым, міне сіз келе жатыр деген соң мен самсымды дайындап қойғанмын. Бағанағы нанымызда, ыстық нанымызда дайын болды. Шайымызда дайын, енді сіз дәм тартып кетіңіз. Жақсы. Мынау шай өте дәмді сияқты. Ал Айдана ханым, дәмін көріңіз. Негізінде біз осындай әткен шайға нанымызды саламыз. Негізі бетіп салып жесеңіз де болады. Немесе малтып қаймағын алып үзіп жесеңіз де болады. Жақсы, рахмет.
Өте дәмді екен. Наргиз ханым, сізге рахмет. Тағы да мереке құтты болсын. Әрине, мерекелеріңіз тағы да бір рет құтты болсын. Барлық қазақ еліме үлкен алғысымды білдіремін. Бүгін алғыс білдіретін күн болғандықтан барлығына алғыс. Рахмет. Мен сізге де алғыс білдіремін. Келесі кездескенше.